Eski газеттерде халық язмышы ил тарихы. СССРның төп атрибуттарының бірі Қызыл байрақ. 1918 елда елде ең юғары революцион знак Қызыл байрақ ордені статусыла қабыл ителә. Ең тәугелерден болып, бұл орден менен Блюхер наградылана. Польша фронтында батырлықтары үшін бір приказ менен бір юлы 40 башқұрт егеті Қызыл байрақ ордені менен бүләкләнә. 1942 елдің 23 мартында 112 башқұрт атлы дивизияна Қызыл байрақ тапшырыла. Қызыл байрақ Совет халқын алға әйдәүсе үлемһез символ. Рейхстаг күмбәзенә лә еңү биләһе итеп Қызыл байрақтар кадала.